Өте орынды сұрақ. Мына Алматы Талғар Бәйдібек деп бұл трассамыз аталады. Алматы Талғар үлкен артериальный трасса ғой. Жаңа өзіңіз айтпақшы, час пик кезінде таңғы уақытта кешке қарай 40 мыңға дейін жуық автокөліктер өтеді. Кептеліс өте үлкен. Бұл мәселе көптен бері шешімін таппай жатқан. Енді осы жылы халыққа айтып бір қуантатын жағдайымыз бар. Алматы қаласынан кіргеннен Бесағаш кольцосы дейміз ғой, сол жерге дейін 6 шақырымға дейін Алматы қаласы алып, уже жобаны бітіріп поезданы осы күзде жұмысты бастаймыз деп отыр. 6 жолақ болады ол жерде. Шестиполосный, екі шетінде жаяу жүргіншілер тротуармен. Одан бері қарай кольцодан Талғарға дейін 4 жолақты проектісінде бастап кетті. Қазір ол жол Қазавтодор балансында. Оларда өз жобаларын өзі бастап 4 жолақты болады. Шетінде тротуарымен, көше жарықтарымен жобаны бастады. Қаражат болашақ жылда қолда бекітілсе, жұмыстарын келесі жыл бастаймыз деп отыр.